мен ойлаймын, ұлттың бойындағы мінезді тірілтетін шығар. Ұлт бойындағы тектілікті. Біз қазір тектілікті кішкене жоғалтып алған сияқтымыз. Ұлт бойындағы тектілік жоғалып кеткен сияқты. Сондықтан сол ұлттың бойындағы тектілікті тірілту керек қазір бізге. Олардың ең бірінші ісі сол болатын шығар деп мен ойлаймын өзім. Енді кейде біз қазір енді заман бөлек дейміз, басқа неден қалмаймыз, басқа елдерден озық жақ деген елдердің алдына шығамыз деп талпынып тарысып жатырмыз ғой, дұрыс шығар, бірақ біз сол жаңалықтың бәрін басқа жақтан іздейміз да. Сондықтан бұл жаңалық басқа жақтан емес, біз бәрін тәрбиені де, жаңалығымызды да, тәжірибені де өз тарихымыздан, өз ішімізден іздеуіміз керек. Біз соны басқа жақтан алғымыз келеді. Өз құндылықтарымыздың ішінен соны ажыратып алуымыз керек. Қисыны жоқ, біз қиялдардың құрбаны болмай, өз құндылығымыздың ішінен соны тауып ажыратып алуымыз керек. Сондықтан қазіргі енді мен енді өзім ылғи өзі болмысым қазақ болғаннан кейін, үйде де жаңағы балама ылғи қазақылық жайлы көп айтамын. Сосын қазіргі мына өткізейін деп жатқан кешімде осы бір қазақы мінезден айырылмаған, осы қазақылығымызды жоғалтпайықшы деп өсіп жатқан ұрпақ бірдеңе оқысыншы деген ниетпен қазір бір кеш өткізейік деп отырмыз. Осының бәрі сол. Бұндағы кеш енді қазір қарап отырсаңыз өзі бір күнделікті концерт, күнделікті әзілісқа қайтеуір жүріп жатыр ғой енді. Бірақ елді ойландыратын, жұртты толғандырып, ұлтты ұрықтандыратын дүниелер діңкелеп тұр өзі. Сондықтан бір ұлттық дүниеге осы келген халық көрерменнің көңіліне бір ой салайық деген ниетпенен балам екеуміз осы бір қазіргі қазақ бойындағы тектілікті, қазіргі жағы мен өзім айтып отырған азғанда барып өшіп баратқан ұрпақтың бетін бері қарай қайтару үшін. Қазір мен осы кештің басында да осы бір ертұрманнан алып жатырмыз. Қазір шындығын айтсаңыз, осы біз қазақтың ертұрманын білмейтін азаматтар бар. Қазақтың бес қаруын білмейтін азамат. Оның куәсі болдым мен өзім ұлттық музейге барған кезде. Сонда айтып жатырмын, апа, мен оны білмесең, сен кімсің өзің, қазақсың ба деп. Мен қазақпын дейді. Мен айттым, түрің қазақ, ділің дүмбілез, һәм дүбәрә деп. Қазақ деп айтуға қиын сенім. Өйткені біз қазақ өзі азаматын ат үстінде таныған халықпыз ғой. 6 жасында Ашамайға отырғызып, 60-ында азаматын аттан түсірмеген ел болатын. Бабаларымыз кешегі ердің құнын ер-тоқымның құнымен өлшеген болатын. Ал сондай ерлеріміз қазір сол ер-тоқымның не екенін білмейді. Соны көрген кезде жаңағы туған ойлар болатын. Соны келіп енді сол қазіргі менің кешімнің барысында да сол менің балам телефонын ер-тоқымға айырбастап жіберіп, содан екеуміздің арамыздағы айқай-шу басталады. Ол айтады, не болды сонша бір ескі құсқыны жинап алып, осы арқылы елге өсиет арқаннан шаршаған жоқсың ба деп. Осыны сен айтып тұрсың ба? Балам, мынау ескі құсқы деп сен мынаны айтып тұрсың ба? Бұл менің рухым болатын. Ал сен менің рухымды мынандай дүниеге айырбастадым деп табам. Екеуміздің арамыздағы тартыс осы дүниеден басталады. Содан кейін бүгінгі қоғамдағы кейбір кедеңсіз. Енді мысалы бізде қазақтың енді салтында бар ғой. Енді әлгі жесірін әмеңгер, жетімін кемеңгер еткен халықпыз дейміз. Кекілді жетімді басынан сипайтын салтында бар, бірақ енді сақалды жетім дегенді біз естіген жоқ едік. Бүгінде сол сақалды жетімдерді, қарттарды сол сақалынан сүйреп қарттар үйіне қойдай тоғытып жатыр. Осының бәрін сол кеште біз қозғаймыз. Бүгінгі жаңағы қаншама нәресте дүниеге келеді, дүние есігін ашып. Кезінде біз білеміз, жаңа туған нәрестелердің жаңағы кіндігін кескеннен кейін топыраққа көміп жататын адам туған жеріне деп. Қазір қаншама нәрестенің кіндігі кесіліп жатыр. Сол кіндік қайда тасталып жатыр? Менің кіндігімді кімдер кесіп жатыр? Қан жыңғарласып құрдымға кетіп жатыр. Қан жыңғарлап қасиеттен жұрдай болған сол бейкүнә сәбилердің ертеңі не болмақ деген сұрақ тұрады. Мінекей осының бәрі осы бүгінгі алдымызда болатын кеште осының бәрі қозғалады. Бүгінгі қарызға батып жүрген біздің қазағымыз. Бәрін ұлтты өзіне сыйғызып алып,
бірақ өзінің сыймай жүрген, өзгеге жұмсақ жүрегіміз өзімізге келгенде неге беріштей қатады. Осының бәрін қозғап кететін бір дүние болайын деп.